Жалпы Шынжаңда болып жатқан бүгінгі әртүрлі оқиғаларға байланысты Шынжаңның өткен кеткен тарихына қысқаша тоқтала кетуге болады. Шынжаң өлкөсі ежелінде бағзы түркілердің мекені болғанменен Қытай империясымен болған тығыз қарым-қатынас және оның бүгінгі Қытай билігіне өтуіне байланысты Қытайдың көзіне бір кесек майлеттей көз сұғын қадауға себеп болып келді. Сол себептен өткен бір ғасырдан қараған кезде әрқандай Шынжаңға беттеген Қытай ұлығы, Қытай әміршісі сол жердің асыл тасын, алтын, күмісін, мұнайын қайтсем пайдаланамын, қайтсем соның байлығын жеп қаламын деп бар сұғын қадады. Сондықтан да жергілікті халық оған қарсы шықса, қарсы шыққан халықпен қай кезде де қанды түрде соғыс жасауға, оны бастық тұруға дайын тұрды. Сол себепті де Шынжаңдағы жағдай ешқашан толастаған жоқ. Тіпті Шыңғысхай дәуірінде Шыңғысхай Шынжаңды дара билеп, Нәнжің үкіметінен дербес ел ретінде де басқаруды көздеді. Оған Кеңес одағы араласып 1944 жылы Шығыс Түркістан Республикасы деп те жариялады. Бірақ 1945 жылы ақпанда Ялтада, яғни Кремль төбегінде өткен Рузвельт, Черчилль, Сталин үшеуінің бас қосқан үлкен кеңесінен кейін, келісімінен кейін Шынжаң жағдайын біржолата Қытайдың билігіне беру керек деп шешілді. Оның есесіне Монғолияны дербес республика ретінде Қытайдың таласпайтын бөлек территориясы деп қарау керек деп таныды. Содан кейінгі жерде Қытай билігі Шынжаңды уысынан ешқашан шығармады, шығарғысы келмеді, шығаруы да мүмкін емес еді. Сол себепті де Шынжаңды басқару түзімінде 1949 жылы Коммунистік партия келгеннен кейін Шынжаңның түзімінде көптеген өзгерістер, көптеген қарсылықтар, көптеген қайшылықтар болды. Соның басысын алып айтатын болсақ, 1948-49 50 жылдар Оспан Батырдың қарсыласқан қанды соғысы болды. 1951 жылы Оспан Батыр ұсталып атылғаннан кейін Уаң Жин генерал бастаған Қытайдың Қызыл армиясының бас кесерлері Шынжаң жағдайындағы ұйғырлар мен қазақтарды аяусыз қырғындауға кірісті. Дәл осы кезеңде Шынжаңдағы ұйғыр қазақ зиялылары Қытайдың партия орталық комитетіне, Мао Цзэдунға және Біріккен ұлттар ұйымы сынды халықаралық ұйымдарға арыз жазып, Уаң Жиннің қырғынын тоқтатуды немесе жазықсыз адамдарды әдеттегідей соттың үкімісіз ата бастаған қанды қасаптығына қарсы наразылық көрсетті, оны қаламменен көрсетті және халықаралық ұйымдарға орталық партия комитетіне жеткізе білді. Соның негізінде сол 52 жылдың аяғында Уаң Жинді партия орталық комитеті Бейжіңге қайтарып алды да, бұл Уаң Жиннің сол жер реформасын жүргізудегі солшылдық қателігі деп арнайы сын тезіне алынды. Бұдан біз нені ұғамыз? Шынжаң саясатындағы коммунистік партия кіргеннен кейін де Шынжаңдағы асыра сілтеушіліктерге болған коммунистік партияның белгілі дәрежеде әділдікте болғандығын және партия орталық комитетімен кей кезде бір ауыздылықты сақтай алмаған басшылар болған кезде оған партия орталық комитетінің белгілі дәрежеде араласқандығының мысалын көреміз. Бүгінгі Шынжаң жағдайында да осындай жағдайларды көптеуге болады. Айталық, сол 1953 жылдан кейін Шынжаң жағдайын қалай басқару керек дегенде халықаралық ұйымдардың ықпалыменен 1954 жылы автономия түзімі жолға қойылған болатын. Автономия заңы ресми түрде Шынжаңда атқарылған. Сол автономия заңының баптарында жергілікті халықтың тіліне, дініне құрмет етіледі, немесе ол автономия алған ұлттың өзінің еркіндігінде делінген мәселелер қатталып шотталған, қағазға түскен және
сол автономия алған өңірдің басшысы жергілікті автономия алған халықтың өзінен болады деп анық түрде көрсетілген. Оның нақтылы мысалдарын айта кететін болсақ, Қытай Халық Республикасының ұлттық территориялы автономия заңы Қытай Халық Республикасының 6-шы кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 2-ші мәжілісінде 1984 жылы 30 мамырда мақұлданып, 9-шы кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 20-шы мәжілісінің 2001 жылғы 21 ақпандағы Жоңхуа Халық Республикасының ұлттық территориялық автономия заңына өзгеріс енгізу туралы қаулысына сай өзгерістерге ұшыраған болатын. Ал бұдағы алғашқы кезеңдегі өзгерістерде азғантай өзгерістер болғанменен, кейінгі өзгерістерде Қытай ұлтына тиімді автономияның өз ережесіне қайшы болса да, шағын ұлттардың мүддесіне баса қорғайтын баптардың азайғандығын байқауға болады. Дегенмен де, бүгінгі күнде қараған кезде Шинжаң ұйғыр автономиялы районы, Іле Қазақ автономиялы облысы, Санжықұйзу автономиялы облысы, Мори Қазақ автономиялы ауданы, Баркөл Қазақ автономиялы ауданы деген атаулардың әлі де заңдық күшін сақтағандығын ескерсек, автономия заңы түбірінен жойылған жоқ, әлі де болса атқарылып келе жатыр. Ал ендеше автономия заңында қамтылған аз ұлттардың мүддесін қорғайтын, аз ұлттарға тиімді болған баптардың бұзылғандығы болатын болса, ол аз ұлтқа қарсы шығу емес, Қытай Халық Республикасының заңына және Қытай Халық Республикасының ұлттарға қаратқан заңына және партия орталық комитетінің Шинжаңды басқару саясатына қарсылық болып табылады. Бұл арада Шинжаңда көзсіздікпен жүргізілген қозғалыстар болатын болса, оны әрине жергілікті жерге өктемдік жүргізген басшылардың әмірінен деп қараудың ешқандай артықтығы жоқ. Ол тіпті ұлттардың бөлшектенуі емес, қазақ ұйғыр сынды ұлттардың жоғын жоқтап оларды Қытай ұлтына қарсы қою емес. Бұл Қытай Халық Республикасының заңының қорғалуын қамтамасыз ету, қадағалау мүддесінен келіп шыққан деп айтар едік. Мысалы, айтатын болсақ, Мао Цзэдаңның өзі 1953-54 жылдар сөйлеген бірнеше сөзінде біз зор қазушылдыққа, яғни зор қытайшылдыққа қарсы тұрайық деген сөздерді айтқан. Қаншама жерден біз жамандасақ та, даттасақ та, Мао Цзэдың, Жуынлай, Лю Шаоши, Дэн Шаопин сынды Қытай басшылары жергілікті халықты арандатуға, немесе жаңағы аз санды ұлттардың көзін құртуға бағытталған қанды саясат жүргізген жоқ. Барынша демократиялы болуға, барынша социализмнің ерекшелігін пайдалануға, коммунистік идеяны қорғауға олар шынайы қызмет етті. Сол қызметінің арқасында көптеген жылдар Қытай қоғамында тыныштықтың сақталғандығын байқауға болады. Ал оның кейінгі реформалардың көбеюіне байланысты, яғни атауы социализм болғанменен, атауы коммунистік идея болғанменен, жүйесі капиталистік жүйеге бет тұрған экономикалық нарықтық Қытай бұрынғы Қытайдан мүлде ауытқыды. Яғни коммунистік идеяға мен қарайтын болсақ, социализм жүйесімен қарайтын болсақ, сол социализм, коммунистік деген атаулардың өзінің анықтамасы көрсететін адамдық пиғылдардың, адамдық құқықтардың бұзылғандығын бүгін айқын аңғарамыз. Ал ондай болатын болса, бұл біз жаңа аталып кеткен Қытай коммунистерінің, көне басшыларының, Қытай коммунистерінің социалистік түзімінің пайда қылған заңдарының мүддесінің, олардың айтқан, қалдырған, салған жолдарының бұзылғандығын біз айқын көре аламыз. Демек, ендігі жерде біз не істеу керек? Біз дегенде Қытайдың мынау зор тасқынына, яғни аз ұлттарға қаратқан қатал саясатына бірден қару алып қарсы шығып, ол ұлттың қауіпсіздігіне қатар төндіретін әрекетке бармауымыз керек. Ал дегенмен де қалам күрес арқылы басымызды біріктіріп, өзімізге төніп келе жатқан әрқандай қауіп-қатерден сақтануымыз керек. Сол қауіп-қатердің алдын алу үшін қолында қалам ұстайтын, қалам қарымы бар ұйғыр зиялылар болсын, қазақ зиялылар болсын, тіпті біздің әділетті жақтаушы, сол ұйғыр менен қазақтың әділетін жақтаушы Қытай зиялылары болсын, басымызды біріктіре отырып, нағыз шындықтың көкесін танытатын көптеген істер жасауға болады. Сол арқылы ең әуелі Пекиндегі партия орталық комитетіне, партия орталық комитетінің төрағасы Си Цзиньпинге, немесе жаңағы орталық бас
прокуратураға, сотқа, ішкі істерге, сыртқы істерге, көптеген орындарға арызданып, Қытай тілінде сол арызды қағаз жүзінде жазып, және өзіне жасалған зәбірді нақтылы дәлелдермен дәлелдеп көрсетсек, Шинжаң жағдайындағы асыра сілтеушілдікті біз анығынан көрсете алатын едік. Оның болмауына қарсылық білдіре алатын едік. Тіпті Шинжаңдағы сондай болып жатқан жағдайларды біз дәлелдеген кезде, орталық партия комитеті немесе құзыретті Қытай органдар оны шешпесе, біз сөзсіз халықаралық ұйымдарға арыздануымыз керек. Халықаралық адам құқықтары ұйымдарына арыздануымыз керек. Біздің күресіміз әділетті болатын болса, біздің жан айғайымыз әділетті болатын болса, оны әділетсіз Қытай топтарда қолдайды, халықаралық топтарда қолдайтын еді.